Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеода көріп тұрғандарыңызда өте сәтті шығатын круассанның рецептімен бөлісетін боламын. Қазіргі кездерде кез келген дәмханада, мейрамханада, торговый центрларда таңғы асқа ең хит тағам деп айта аламын осы круассанды. Ол жерлерде бір штугының өзін 600 теңгеден жоғары бағаға аласыздар. Дәл сол круассанды сіз өзіңіздің үйіңізде де жегіңіз келсе, осы рецепт арқылы жасап көріңіз, өте сәтті шығады. Видеода өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар. Және алдағы уақытта да түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін менің каналыма подписация батырмасын басып, қасындағы қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Ал енді бисмилля деп круассанымызды бастайық. Ең алдымен менде 200 мл стакан. Осы стаканды толтырмай, видеода көріп тұрғандарыңыздай 150 грамм бөлме температурасында сүтті құйып алдым. Дәл осы мөлшерде, яғни 150 грамм жылы су құямын. Себебі біз круассанды ашытып істейтін боламыз. Сондықтан біздің сұйық массамыз жылы болмаса, біздің круассандарымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан жылы болу маңызды. Енді круассанымыз жұмсақтау болу үшін осындай кәдімгі сұйық майымыздан 5 ас қасық құятын боламыз. Енді 60 грамм қант қосамыз. Егер сіз қатты тәттіні қаласаңыз, кішкене тағы да 10 грамм қоссаңыз болады. Енді 1 шай қасық дрожжімізді салып, және де толтырмай 1 шай қасық тұзымызды салып, барлығын араластырып, бір 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Себебі біздің дрожжіміз кішкене көпіріп, сұйық массамыз кішкене көпіріп болатын болса, біздің круассанымыз жақсы көтерілетін болады. Міне 10 минуттай тұрды. Енді осыған 500 грамм ұнымызды алдын ала електен өткізіп, біртіндеп осы қоспамызға қосып жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болу керек, қатты болып қалмасын. Егер кейбір ұндарда тығыздығына байланысты 500 емес 550 граммдай ұн кетуі мүмкін. Ұнымыздың барлығын бірден салып илемейміз, себебі бірден салып илесеңіз қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан біртіндеп алдын ала өлшеп алған ұныңызды біртіндеп салып илеп алыңыз. Міне қамырымызды жұмсақ етіп илеп алдық. Енді осы қамырымызды жылы етіп орап қоямыз. 1,5-1 сағаттың ішінде ашып дайын болады. Міне видеода көргендеріңізде 1,5 сағатта осылай ашып дайын болды. Енді біз қатпарлы қабат шығу үшін дәл осы қамырды бірнеше бөліктерге бөліп алуымыз керек. Мен тең 6 бөлікке бөліп алдым. Бөліктерге бөліп алған соң барлығын домалақ пішінге келтіріп, тағы да 10 минутқа тұндырып қоямыз. Себебі домалатқан кезімізде біздің қамырларымыз қайтадан қатайып қалады, жаюыңызға ыңғайсыз. Сондықтан 10 минутқа тұндырып қойсаңыз, жаюыңыз өте жақсы жайылады. Он минутқа тұнып болғаннан кейін енді қамырларымызды біртіндеп жайып бастайтын боламыз. Қамырларымызды қатты қалың қылмаймыз, себебі круассанымызды біз бірінің үстіне бірін қойып қатпарлап ораған кезімізде ыңғайсыз болып кетеді. Қатты жұқа да керек емес, видеода көріп тұрғандай қалыңдықта жайсаңыздар жеткілікті. Осы қатпарлы қамырдың арасына қосатын майымыз бізде 82% болғаны жақсы, себебі сонда біздің круассанымыз жұмсақ әлі дәмдірек болады.
дәл мендегі осы рецепттің қатпарлы қамырының арасына 240 грамм 82% сары май кетті. Және де мен сары майды газге қойып қатты сұйық күйге еріткен жоқпын. Бөлме температурасында бірнеше сағаттар алдын шығарып қойып, кәдімгі балқыған сары майға қойып жақтым. Сонда сіздердің круассанның арасына жаққан кезде шылқылдап майыңыз еріп, оралуы қиын болмайды. Дәл осы видеода көргендеріңіздей, тек жағылуға ыңғайлы болса, сол жеткілікті. Дәл осылай істейтін болсаңыздар, оралған кезде майы ағып, шығып ыңғайсыз болмайды. Міне барлық қамырларымды бірдей көлемде жайып, үстіне сары майымды жағып, бір-бірінің үстіне қатпарлы етіп жайып алдым. Енді ең соңғы қамырымды қойып жатырмын. Осының үстінен де оқтауының көмегімен тағы да кішірек жұқалатып, көлемін үлкейтіп жайып алатын боламын. Және де жайып болғаннан кейін орайтын кезде мен астыңғы бөлігін үстіне қараттым, себебі біздің круассанымыздың сырт жағы әдемі болу керек. Сол үшін сіздің қамырыңыздың қай беті осындай тегіс емес болып қалатын болса, сол бетін аударып алып, сол бетті ішкі бөлігіне орап жіберуіңіз керек болады. Енді круассандарымыздың барлығын бірдей бөлікке бөліп алу үшін тең ортасынан бастаймыз. Видеода көргендей бөліктерге бөліп алыңыздар. Барлығын бірдей бөлікке бөліп алған соң, круассанның ішіне қалауыңыз бойынша салма салсаңыз болады. Вареньені салсаңыз болады. Мен шоколадты пайдаландым, немесе салмай жай ғана классикалық круассан ретінде пісірсеңіз де болады. Видеода көргендеріңіздей барлығын кесіп алдым, ішіне шоколадтардың барлығын орналастырып алдым. Енді мен бөлінген бөліктердің үлкен жағынан кіші жағына қарай осылай орап алатын боламын. Сонда біздің круассандарымыз қатпарлы қабаттары көрініп, әдемі болып көтерілетін болады. Круассандарымызды орап болғаннан кейін табамызға қоймастан бұрын табамызға біз бешавая бумаганы төсеп алуымыз керек, себебі асты жабысып қалмас үшін. Тағы да бір, осы круассандарымызды орап бастағаннан бастап пісіретін пешіңізді токқа қосып 180 градусқа қосып қойыңыз, себебі қызбаған пештің ішіне пісіретін болсаңыз тағы да көтерілмей қалуға себеп болуы мүмкін. Сондықтан пешіңіз қызғанша орап болған круассандарыңызды осылай 10-15 минутқа қойсаңыздар, осылай көтерілетін болады. Және де беті жылтырлап әдемі шығу үшін жұмыртқаның сарысын жағамыз. Міне біздің круассандарымыз дайын болды. Дайын болған круассандарымыз видеода өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай қатпарының өзі сыртынан ақ көрініп тұр. Дәмінің өзі керемет, нәзік және қытырлақ болып әдемі шықты. Сіздер де дәл осы рецепті пайдаланып, өз үйіңізде, өз асханаңызда пісіріп көріңіз. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандарыңызда круассанның сыртынан бөлек, ішінің өзі қандай қатпарлы. Енді дәмі деген керемет. Дәл дәмханадағы сатылатын круассандардан ешқандай айырмашылығы жоқ. Сіз де осы рецептпен өз асханаңызда жасап көріңіз. Ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және де алдағы уақытта рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде арнама подписаться батырмасын басып тіркеліп, қасындағы қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Назарыңызға көп рахмет.